Жақсы сөз жарым ырыс. Тәрбие барысында ата-ананың сөзге абай болғаны жөн. Себебі ата-ананың аузынан шыққан әрбір жаман сөздің бала жанына дақ түсіретіні ақиқат. Жаман сөздің қатарына қорлау, масқаралау, ұрсу, боқтау, қарғап-сілеуді жатқызуға болады. Екі жаһан сардары жаман сөз айтуға қатаң тыйым салған. Ол айтады: мұсылман кісі біреуді жамандап, лағнет айтып қарғамайды, ұятсыз жаман сөздер айтпайды деп, мұндай сипаттың мұсылмандыққа жатпайтынын білдірген. Тағы бірде: ешкімді Құдай сені қара бет қылсын, жүзің күйсін деп қарғыс айтпаңдар. Мұсылман кісіге лағнет айту, оны өлтіргенмен тең деп, мұсылмандарды жаман сөзден аулақ болуға шақырған. Хазірет Әнәс пайғамбарымыздың ешкімге дауыс көтермегенін, жаман сөз айтпағандығын, лағнет етпегендігін айта келіп, біреуге ұрысқысы келген кезде пәленшеге не көрінді? Алла оны түзетсін деп айтатын. Кейбір мүшіріктердің жер бетінен жойылып кету үшін дұға етуін сұрағандарға да рахым пайғамбары: мен лағнет айтып, қарғыс жаудыру үшін емес, мейірім ретінде ғана жіберілдім дегені мәлім. Адамдар түгілі жан-жануарларға да теріс бата, жаман тілек жасауға тыйым салған ардақты елші: балаларыңа қарғыс айтпаңдар, бұл қабыл болуы мүмкін деп, балаларға ұрсып, қарғап-сілемеу керектігін ескерткен еді. Мұсылман ғалымдары хадистегі қабыл болуы мүмкін деген сөзді негізге ала отырып, мұндай жаман тілек, теріс бата баланың мінезін өзгертіп, тәрбиесіне кері әсер ететінін баса айтқан. Бірде бір кісі Абдуллах ибн Мүбәракқа келіп, баласының тәртіпсіз, бұзық екенін айтыпты. Абдуллах ибн Мүбәрак: балаңды қарғыстап бердің деп сұрапты. Әлгі адам иә деп жауап берген кезде, онда баланы өзің бұзған екенсің деген жауап естіген екен. Имам Ғазали балаға ұрса беретін болса, оның бұл сөздерге әбден еті үйреніп, жаман қылықтарды жасауға одан әрі батылдана түсетінін, айтылған сөздің балаға мүлде әсер етпей қалатынын айтады. Балаларға жаман сөз айтып ұрысуға тыйым салған имам Шафиғи бұл әрекет баланың өз бауырларына, тіпті өзіне қарсы шімірікпестен дәл солай сөйлеуіне апарады дейді. Жаман сөз баланың психологиясына және тұлғалық қалыптасуына кері әсер ететінін қазіргі мамандарда бірауыздан құптайды. Балаға ұрса берсе, кейін оның бұл сөздерге еті үйреніп қалатындығы соншалық, ондай сөздерден ләззат алатындай дәрежеде психологиялық ауытқушылықтардың қалыптасатынын айтады. Сені тастап кетемін, саған ана болмаймын, сені жек көремін, басқа бір бала асырап аламын, өлтіріп тынатын болдың ғой, тағы басқа сияқты сөздер баланың бойында сенімсіздік, қараусыз қаламын деген үрей, өзін қор санау сияқты комплекстердің қалыптасуына жол ашатынын айтады. Балаға сен жамансың, ақымақсың, қолыңнан түк келмейді дей берсе, бала соған сеніп, солай қабылдап қалады. Оның орнына сен жақсысың, сүйкімдісің, ақылдысың деу керек. Сонда ол жақсы, еңбекқор, пысық, сүйкімді болып, сені ренжітпей, риза ету үшін барын салады дейді. Кемшіліктерін бетке баспау. Жөнге салудағы басты ұстанымдардың бірі кемшілікті бетке баспау.
Сондықтан жасалған қателікті жағдайға қарай толықтай кешіру, не көрмеген сыңай таныту немесе жанама жолдар арқылы ескерту жасаған жөн. Пайғамбарымыз біреудің жағымсыз іс жасағанын көрсе немесе оған сол жайлы айтылса, кемшілік жасаған кісіні шақырып алып, бетіне баспайтын, әрі атын атап, неге ол былай жасайды деп жұртқа жария етпей, кейбір кісілерге не көрінген тәйірі, неге олар мынадай қылықтарға барып жүр деп жасалған істің қате екенін жалпыға түсіндіретін. Сонымен қатар пайғамбарымыз сахабаларына әйелдерін жүгін күйгір деп қарғамау керектігін жиі ескертетін. Құран мен сүннеттің асқақ рухынан тәрбие алған мұсылман тәрбиешілер балаларды жөнге салуда мынадай жолдарды ұстану керектігін айтады. Алдымен жаманның жаман екенін үйрету. Жақсы істер атқарса мақтау. Басқа адамдардан мысал бере отырып, жаман істерден жирендіру. Дұрыс емес іс жасаса, әуелі көрмеген сыңай таныту, екінші рет жасаса, ешкімге білдірмеу. Егер тағы да осы қылығын қайталайтын болса, жұрттың алдында масқара болатынын айтып ескерту. Жіберген қателіктерін әрдайым есіне салып нұқымау. Жасырын жасаған нәрселеріне тыйым салу. Маған жаман қылық жасауда табандап тұрып алса, ол мінезінен бас тартқызу үшін тиісті шара қолдану. Құрметті көрермендер, менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар.